Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз силабус бойынша екінші дәріс. Алдында айтып кеткендей, модуль 1. Нарықтық қатынастар жағдайындағы инвестициялық саясат, оның мәні мен құрылымы және дамуы. Енді екінші дәріске келетін болсақ, бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан экономикасындағы инвестициялық қызмет және инвестициялық климат дейді. Бұл дәрісте 3 сұрақ қарастырылған. Бірінші сұрағымыз Қазақстандағы инвестициялық қызметке әсер ететін факторлар. Екінші сұрағымыз Қазақстанның инвестициялық қызметін заңнамалық қамтамасыз ету. Енді келесі үшінші сұрағымыз шетелдік инвестициялары. Тоқталып кетейік сабақтың мақсатына. Бұнда сабақтың мақсаты инвестиция, инвестициялық қызмет және инвестициялық саясат дегеніміз не? Осыған тоқталамыз. Одан кейін инвестициялық қызметке қандай факторлар әсер ететін зерделейміз. Нақты экономика салалары мен өндірістің басым салаларын қарастыру. Инвестициялық қызметті құқықтық қамтамасыз етуді қарастыру. Осыған орай біз осы дәріс бойынша мәліметтер немесе қосымша әдебиеттер табу үшін неге тоқталамыз? Кілттік сөздерге тоқталамыз. Кілттік сөздер неге керек? Ол ғаламтордан осы дәріс бойынша мәліметтер іздеу. Кілттік сөздер инвестиция, нақты инвестиция, портфельді инвестиция, материалдық емес инвестиция болып келеді. Енді бірінші сұраққа тоқталайық. Қазақстандағы инвестициялық қызметке әсер ететін факторлар. Қазіргі уақытта әлемде бүкіл елдердің экономикаларын социализм мен капитализм жүйелерінің ең нәтижелерін алып, пайдалана отырып қайта құру қажеттілігі және ең соңғы немесе оның экономикалық, мәдени, сондай-ақ зияткерлік мүмкіндіктерін ескере отырып, әрбір елдің ұлттық экономикасы үлкен өміршеңдік қабілет пен қажетті деңгейдегі тиімділікті қамтамасыз етеді деген сенім. 20 ғасырдың соңындағы қоғам дамуы қарама-қайшылықтардың өсе түсуін, индустриализм дағдарысының тереңдеуін, қоғамның жаңа постиндустриалды өркениет құруға қарай бет бұруын растайды. Индустриалдық базадағы тұтынудың жоғары деңгейіне аса қымбатқа түсетін жағдайлармен, жер ресурстарын өлшеусіз жұмсаумен, адам әлеуетін ұтымсыз пайдаланумен, антропогендік қызметпен, қоршаған орта арасындағы тепе-теңдікті бұзумен қол жеткізеді. Егер әлемнің барлық елдері дамыған елдердің тұтыну деңгейіне жақындаса, және олар қолданатын өндіріс технологияларына ие болса, онда осындай қозғалыс экономикалық апатқа келген болар еді. Қазіргі уақытта қоғамдық даму барысы ғылыми-техникалық прогрестің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік жүйелердің тепе-теңдігінің бұзылуынан қалыптасқан инфрақұрылымдар мен экономиканы басқару құрылымдарының мүмкіндіктерін таусуынан еңбекке және қорлануға ынталандырудың әсерімен тежелуде. Экономиканы дамытудағы осы құбылыстар адам қызметінің әртүрлі аяларына, сондай-ақ демографиялық, экологиялық үрдістерге теріс әсер етті.
Әлемдік экономиканың отын энергетикалық, шикізаттық, азық-түлік кешендерінде дағдарыстық жағдайлар туғызды. Экономикалық өсудің жаңа типіне көшуге, әлеуметтік экономикалық қатынастарға, трансформациялануға және жаңа типтегі қоғамдық жүйелер құруға деген қажеттілік пайда болды. Кеңестік экономикада айтып кететін болсақ, 80-90 жылдары индустриализмнің кейбір жаһандық дағдарысымен бетпе-бет келді. Халық шаруашылығы көптеген облыстарда экстенсивті әдістермен дамыды. Ол кезегінде еңбек және табиғи ресурстар бойынша шектеуге ие болды. Ауыр өнеркәсіп пен әскери өнеркәсіп кешені салаларын дамытуға екпін жасалды. Микроэкономикада ірі кемшіліктер болды. Өндірістің негізі буынында кәсіпорындар, өнімдер сапасы мен ішкі және әлеуметтік нарықтағы және әлемдік нарықтардағы оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру болды. Ресурс үнемдеу мен қоршаған ортаны қорғау проблемаларын шеше алмады. Еңбек мотивизациясы мен еңбек тәртібі әлсіреді. Металлургияда, химияда, әскери өнеркәсіп кешенінде, ауыл шаруашылығында және халық шаруашылығының өзге салаларында экологиялық лас технологияларды пайдалану қоршаған ортаны қорғауда апаттық жағдайлар туғызды. Қызмет көрсету аясы постиндустриалды қоғамның қалыптасушы технологиялық экономикасының басты аясы болды. Ал өндірісті ғана емес, сонымен бірге қоғамдық өмірдің бүкіл қалған жақтарын өзгертуі тиіс болды. Ақпарат лимиттеуші факторға айнала бастады. Ғылым мен ғылыми техникалық прогресс постиндустриалды қоғамның жүйе құрушы факторы болып саналды. Жоғары технологиялар базасында ғылымды қажеттемесін өндірістерді дамыту және солардың негізінде кеңінен пайдаланатын өнімдерді жаппай шығару өндірісті ұйымдастырудың жаңа формалары үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Экономиканың барлық салалары мен қоғамдық өмірдегі олардың икемділігін арттырды. Аса алуан, оның ішінде қоғамның дәстүрлі емес қажеттіліктерін қанағаттандырды. Таяудағы болашақта ғылымда қажетінен өндіріс экономиканы құрылымдық қайта құруға, қызмет көрсету аясының озық дамуына, қазіргі уақытта терең дағдарысты бастан кеше отырып, экономиканың базалық салаларын қайта құруға қуатты серпіліс берді. Табиғи және өндірістік үдерістердің үйлесімді ұштастырылуымен, өндірістердің аз ғана қалдықсыз технологияларына көшумен, ресурс үнемдеудің қатаң режиммен нығайтылуы тиіс. Экономикалық құрамдас бөліктері басым маңызға ие бола бастады. Өндірістік құрылымдарда өзгерту осы салалардағы жұмыспен қамтылғандардың санын тұрақтандыру, тіпті абсолютті түрде азайту, алайда еңбек өнімділігін өсуін арттыру жағдайында қоғамдық өнімдегі материалдық өндірістің үлесін қысқарту жолымен жүретін болды. Осы арқылы қоғамдық прогресті шапшаңдата түсетін зияткерлік, ақпараттық, коммуникациялық, ғылыми зерттеу, мәдени, білім беру және өзге де әлеуметтік қызмет көрсетулер үшін байлықтың материалдық емес түрлерін жасаудың жаңа мүмкіндіктерін ашты. Біз қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарлану, өндірістік қызметтің инвестициялық және инновациялық салаларында стратегиялық шешімдер қабылдау үшін абсолютті қажеттілікке айналды. Әлеуметтік аяға инвестициялар және ең алдымен адами капиталға қаржы жұмсау, ұлттық байлықтың материалдық заттық элементтеріне салынатын инвестицияларға қарағанда тезірек көбеюі тиіс. Өндірістің әлеуметтік бағдары әртүрлі формаларда еңбекті
іздестіруден, кәсіпорындардағы еңбекшілер мәртебесінің өзгеруінен, акционерлік капиталға және өндірісті басқаруға оның қатысуын белсендіре түсті. Сондай-ақ еңбекшілердің әлеуметтік саралануын жұмсартудан, тапқа жіктеу айырмашылығының азаюынан, экономикалық даму факторларының теңгеріліміне жетуінен көрінуі тиіс болды. Экономикаға мен қоғамды әлеуметтік қайта бағдарлау, мемлекеттің әлеуметтік трансферттік рөлін нығайтумен ажырағысыз байланыста болды. Әлеуметтік қажеттерге жұмсалатын шығыстар біздің мемлекетімізде абсолюттік сол сияқты салыстырмалы түрде өсуі тиіс болды. Бізді өндірісті ұтымды жүргізудің, тұтынудың, шектеудің, ресурс үнемдейтін технологияларды ауқымды қолданудың қатал талаптары күтіп тұр. Экономиканы реформалау бұл типтегі қоғамға қарай бірте-бірте кезең-кезеңмен қозғалуға, халықтың өмір сапасын арттыруға, оның басқарудағы мемлекеттің елеулі рөл атқаруы жағдайында, өндірістің жаңа технологиялық жағдайында және әлеуметтік бағдарланған экономикаға көшу негізінде мекендейтін ортаны жақсартуға оң ықпалын тигізді. Елдің ғылыми, техникалық және зияткерлік әлеуеттерін сақтау және оны өсіру Қазақстанның ағымдағы және ұзақ мерзімді дамуының аса маңызды басымдылығы болып саналды. Бұл үшін реформалауға дейінгі бүкіл деңгейлердегі бюджеттердің іргелі және салалық ғылымға, жоғары және орта білім беруге бөлінген шығыстарының үлесін, жобалау және инструкциялық жұмыстарды қаржыландыруды, өндірісті жаңа технологияларға ауыстыру бойынша белсенді инвестициялық және инновациялық саясатты қалпына келтіру қажет болды. Ресурс үнемдейтін және жоғары технологиялар экономиканы дамытуда әлеуметтік бағыт үшін қаржылық және материалдық ресурстарды қайта бөлуге мүмкіндік берді. Тұрғын үй, жолдар, кірме жолдар салу, көлік, байланыс құралдары мен тауар өндіретін желілерді жаңғырту. Сондай-ақ Қазақстанның экономикалық дамуының негізгі басымдылықтары болды. Қазақстанның ауыл шаруашылығын қалпына келтіру және индустриалды технологиялармен жарақаттандыру бағдарламасы бірінші кезекті жалпы ұлттық бағдарламалардың бірі болуы тиіс. Бұл жерде айтып кететін болсақ, инвестициялық үдерісті жандандыра отырып, оған қаржылық қамтамасыз ету болуы мүмкін. Одан кейін мемлекеттік ресурстар, федералдық бағдарламаларды қаржыландыру, бюджеттік несиелендіру, коммерциялық құрылымдар инвестицияларына мемлекеттің үлестік қатысуы, инвестициялау қажеттеріне қаражатты мақсатты пайдалана отырып, мемлекеттік бағалы қағаздардың арнайы тарламдарын шығару, инвестицияларды мемлекеттік сақтандыру қорын құру, кәсіпорынның меншікті қаражаты, айналым капиталы, кәсіпорынның пайдасы және өтемпұлдық амортизациялық аударымдар, өндірістік инвестицияларға баратын пайдаға, сондай-ақ жеделдетілген өтемпұл тетігін пайдалануға жеңілдікпен салық салу саясатын жүргізу. Лизинг жүйесін дамыту инвестициялық белсенділіктің өсуіне оң ықпал ететін болады. Несие ресурстары нарығы өзгеріп отырумен, сұраныстың артуымен, саяси және экономикалық тәуекелдердің азаюымен, алыс сатарлық операциялардан түсетін табыстың төмендеуімен байланысты несиелерді ұзақ мерзімде несиелеу үрдісіне коммерциялық банктердің ресурстарын бірте-бірте тарта бастады. Инвестициялық қызметке теріс әсер ететін экономикалық және қаржылық факторларды қарастыра отырды. Бұл жерде елеулі салық қысымының бар екенін,
банк жүйесінің нашар дамығандығын, оның жұмыс істеуінде тұрақтылық пен сенімділіктің жоқ екенін, бюджеттердің тұрақты тапшы болуын, энергетикалық ресурстарға монополиялық жоғары бағаларды, инфляцияны және өндірістің жалпы құлдырауын атап көрсетуге болады. Барлық деңгейлерде көрінетін әлеуметтік саяси тұрақсыздықтың ұзақ уақыт жалғасуы, сондай-ақ экономикалық реформаларды жүргізу қарқынының төмендігі, инвестициялық үдерістерде келсем біз жоғары айтылғандардан кем болмайды. Нәтижесінде табыстары мен меншіктері бойынша халықтың арасында үлкен жіктелу байқалды. Бұл өмір деңгейінің төмендігі, жұмыссыздық, жалақыны уақытында төлемеу, сыбайластық, жемқорлық, экономикалық аядағы қылмыстықтың жоғары деңгейі болды. Осы факторлардың барлығы отандық, сол сияқты шет ел капиталын инвестициялар ретінде тартуға кедергі келтірді. Бірқатар құқықтық факторлар сондай-ақ инвестициялық үрдіске теріс әсерін тигізе бастады. Оған мыналарды жатқызуға болады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің құқықтық қатынастарын егжей-тегжейлі реттей алатындай, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін толықтыра алатындай, жақсы ойластырып, пысықталған құқықтық базаның жеткіліктілігін, өйткені ол тікелей қолданылатын құжат болып саналса да, оның жағдайын ашып көрсететін бір қатар заңнамалық актілерді қажетсінеді. Сондай-ақ, жекеленген заңнамалық актілердің жиі өзгеруі, олардың орындау деңгейінің төмендігі, инвестициялық үдеріске теріс әсер ететін жағдайлар болып отыр. Соған қарамастан, соңғы жылдары Қазақстан Республикасында қалыпты инвестициялық ахуал қалыптастыру үшін белгілі бір алғы шарттар байқалды. Бірінші кезекте оған нарықтық инфрақұрылымдар, банктер, биржалар, инвестициялық қорлар, консалтингтік ұйымдар, сондай-ақ сақтандыру қоғамдарын, жарнама агенттерін және тағы басқа құруды жатқызуға болады. Ақпараттық технологиялар дамытуды инвестициялық үрдіске оң әсер ететін факторларға жатқызуға болады. Бұл уақытта айта кететін болсақ, инвестициялық үрдісті жандандырудағы қабілетті неғұрлым түбегейлі фактор бұл нарықтық экономика жағдайларында жұмыс жасауға қабілетті отандық мамандардың қалыптасуы. Дағдарыс алдындағы кезеңде олар нарықтық экономикаға тән болып саналатын акциялар өткізу қамтамасыз ете алатын. Бұл жерде бұлар тендерлер, саудаластықтар, конкурстар, инвестициялық, жобалық, сметалық, мердігерлік және өзге де қызмет салаларындағы акциондар және соның нәтижесінде болашақ инвестициялық үрдістердің негізі қаланады. Енді келесі екінші сұраққа тоқталып кететін болсақ, жаңа алдында айтып кеткендей, Қазақстанның инвестициялық қызметін заңнамалық қамтамасыз ету. Инвесторлар құқықтарының тұрақты болу қажеттілігі бір сәтте жүзеге асырылатын сатып алу, сату мәмілелерінен өзгешелігі, инвестициялық жобалардың әсіресе ғимараттар мен құрылыстар салуды қажет ететін инвестициялық жобалардың басым көпшілігін жүзеге асыру салыстырмалы түрде алып қарағанда ұзақ уақыт кезеңдер ішінде жүзеге асырылатындығымен байланысты болады. Инвестициялардың қайтарымы жобаларды жүзеге асырудың кейінгі кезеңдерінде жүзеге асады, ал бастапқы кезеңде шығындар ғана орын алады. Сондықтан инвестициялық қызмет субъектілерінің экономикалық және өзге өзара қатынастарындағы ойын ережелерінің өзгеруі жасалатын инвестициялық салымдардың экономикалық салдарын бағалаудың анық дәрежесін төмендетуге және елдегі инвестициялық ахуалға, инвестициялардың белсенділігіне әсер тигізеді. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер мен
инвестицияларды қорғауды, мемлекеттік қамтамасыз ету инвестициялардың экономикалық қауіпсіздігінің кепілі, ел экономикасына шетелдік инвестициялар тартудың қажетті жағдайы болып саналады. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер мен инвестициялар құқықтарын қорғау Қазақстан заңнамасында, нақтылай айтқанда инвестициялар туралы заңда және Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде бекітілген. Қазақстанның заңнамасына сәйкес меншік түрлеріне, заңдық мәртебесіне қатыссыз барлық инвесторлар инвестициялық қызметті жүзеге асыруда бірдей құқықтарға ие. Қазақстан заңнамасымен тыйым салынбаған мүлік пен мүлік құқықтарды инвестициялық қызметтің объектілеріне кез келген инвестициялау инвестициялардың ажырағысыз құқығы болып танылады және заңнамалық тәртіпте қорғалады. Егер қандай да бір мемлекеттік немесе өзге басқару органы осы кепілдікті бұзатын болса, онда инвестициялық қызметтің кез келген субъектісі Қазақстан Республикасының жоғарғы сотына жүгінген жағдайда осы себеп бойынша оң шешімге қол жеткізе алады. Мемлекеттік инвестициялық қызмет субъектілері құқықтарының тұрақтылығына Қазақстанда заңнамамен кепілдік береді. Бұл инвестициялық нарықтағы олардың мінез құлқының сенімділігіне оң ықпал етеді. Мемлекеттік органдар, олардың лауазымды тұлғалары, кәсіпорындарды немесе өндірісті құру Қазақстан Республикасының аумағында қолданатын заңнамамен белгіленген. Экологиялық, санитарлық, гигиеналық және өзге де нормаларға жауап бермейтін немесе азаматтардың, заңды тұлғалардың мемлекеттің заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін жағдайларды қоспағанда, инвесторлардың құқықтарын шектеуге құқылы емес. Жекелеген аумақтарды дамыту мүдделері тұрғысынан нақты әлеуметтік экономикалық міндеттерді шешу, шаруашылық жүргізудің басым бағыттары мен салаларына инвестициялауды жандандыру мақсаттарында мемлекеттік, салықтық және өзге де жеңілдіктер, әртүрлі өтемақылар, қаржыны босату жолымен экономикалық ықпал етудің тұтқаларын қолданады. Сонымен бірге, инвестициялар және инвестициялық қызмет саласындағы бүкіл негізгі құқықтар бүкіл инвесторлар үшін бірдей болып қала береді. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер және инвестициялық құқықтарын қорғау Қазақстан заңнамасында, нақтылай айтқанда инвестициялар туралы заңда және Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде бекітілген. Қазақстан заңнамасына сәйкес барлық инвесторлар меншік түрлеріне, заңдық мәртебесіне қатыссыз инвестициялық қызметті жүзеге асыруда теңдей құқықтарға ие. Мемлекет инвестициялық қызмет субъектілері құқықтарының тұрақтылығына Қазақстанда заңнамалық түрде кепілдік береді және бұл инвестициялық нарықтағы олардың мінез құлқына, сенімділікке оң ықпал етеді, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде тәуекел дәрежесін төмендетеді. Мемлекеттік органдар, олардың лауазымды тұлғалары, кәсіпорындарды немесе өндірісті құру Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын заңнамамен белгіленген экологиялық, санитарлық, гигиеналық және өзге де нормалардың талаптарына жауап бермейтін немесе азаматтардың, заңды тұлғалардың мемлекеттің заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін жағдайларды қоспағанда инвесторлардың құқықтық шектеуінде құқылы емес. Жекелеген аумақтардың даму мүдделері тұрғысынан нақты әлеуметтік экономикалық міндеттерді шешу, шаруашылық жүргізудің басым бағыттары мен салаларына инвестициялауды белсендіре түсу мақсаттарында мемлекет салықтық және өзге де жеңілдіктерді, әртүрлі өтемақыларды, қаржыны босатуды белгілеу жолымен экономикалық ықпал ету тұтқаларын қолданады. Сонымен бірге инвестициялар және инвестициялық қызмет саласындағы бүкіл негізгі құқықтар бүкіл инвесторлар үшін өзгеріссіз және
бірдей болып қала береді. Қай елде болмасын, инвестицияның келуі, инвестициялық климат дәрежесіне және оны анықтайтын факторларға тікелей байланысты. Инвестициялық климатты дайындау, шетелдік инвестициялар тарту мен оларды пайдалану саясатының негізгі міндеттері болып табылады. Себебі, біріншіден, инвестициялық климат шетелдік инвестицияларға әсер ететін факторларды анықтауға, екіншіден, мемлекеттегі жағдайларды тереңірек бағалауға, үшіншіден, шетел субъектілерінің мінез-құлықтарын анықтауға мүмкіндік береді. Инвестициялық климат мемлекеттік, аймақтық, салалық инвестициялық қызмет жағдайларын анықтайтын нормативтік құқықтық актілер. Ұйымдық, экономикалық, әлеуметтік, саяси, мәдени және бір-бірімен байланысты факторлар әсерінен қалыптасады. Яғни, инвестициялық климатты бірқатар көрсеткіштер арқылы бағалауға болады. Олар экономикалық формасының жағдайы, банк жүйесінің тұрақтылығы, саяси формасының тұрақтылығы, табиғи және еңбек ресурстармен қамтамасыз ету, инвестициялық қызметтің құқықтық реттеу дәрежесі және нормативтік құқықтық актілердің болуы. Инфляция қарқыны, сыртқы экономикалық байланыстар дәрежесі, білікті жұмыс күшінің болуы, мемлекеттік нарық әлеуетінің сипаты, нарық инфрақұрылымының және валюта нарығының дамуы. Шетелдік инвесторлар осы көрсеткіштерді бағалап, мемлекеттегі инвестициялық климатты жағымды немесе жағымсыз екендігін анықтайды. Егер инвестициялық климат жағымды болса, инвестиция бойынша шешім қабылдайды. Бұл бір жағынан инвестициялық саясат жасау үшін алғашқы жағдайларды анықтасау, ал екінші жағынан инвестициялық саясаттың нәтижесі болып табылады. Шетелдік капиталды импорттайтын елдер инвестицияны белгілі бір себепке байланысты қажет етеді. Бірінші, елдің экономикалық дамуын қаржыландыру үшін қаражат жетпеушілігін, халықтың жұмысбастылық деңгейін көтеру қажеттілігі. Екінші, шетелдік капиталды аймақтық шаруашылық құрылымдарды жетілдіру, жаңа техника мен технологияларды алу, бәсекеге қабілеттілікті көтеру үшін тартады. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климатты келесідей факторлармен сипаттауға болады. Оған саяси факторлар, мемлекеттік саясат, халықаралық келісімдер, заңнамалық және атқару құрылымдарының тұрақтылығы мен мемлекеттің экономикаға қатысу деңгейі. Қаржылық экономикалық фактор, экономиканың жалпы жағдайы, валюталық қаржылық және несие жүйелерінің жағдайы, кедендік төлемдер мен жұмыс күшін пайдалану жатады. Әлеуметтік фактор, әлеуметтік даулардың болуы, елдегі қылмыстық жағдай, халықтың өмір сүру деңгейі. Инвестициялық климаттың факторлары жағымды және жағымсыз болып бөлінеді. Жағымды факторлар табиғи ресурстарға оңай қол жеткізу, елдің тиімді геостратегиялық орналасуы, қаржы экономикалық трансформациялауы бойынша ТМД елдері үшін де жетекші рөл атқарады. Нарықтың жоғарғы мүмкіндіктері, елдің сыртқы саясаты, жағымсыз факторлар, бұларға инвестиция тарту тетігі, инвестициялау тәуекелділігі. Екінші сұрағымыз осы. Енді келесі үшінші сұраққа көшеміз. Жаңа дәрістің басында айтып кеткендей, шетелдік инвестициялары. Шетелдік инвестициялар бұл Қазақстан Республикасы аумағында кәсіпкерлік, қызметтің объектісіне шетелдік инвесторға тиесілі азаматтық құқықтардың, соның ішінде ақша қаражаттарының, бағалы қағаздардың, мүліктік, интеллектуалдық құндылықтардың және ақпарат нәтижелеріне ерекше құқықтардың ақшалай бағасына ие мүліктік құқықтар объектісі түрінде шетелдік капитал салу.
пайда табу немесе әлеуметтік нәтижеге ие болу мақсатында әртүрлі объектілерге шетелді заңды және жеке тұлғалардың қаржы және материалдық құралдар жұмсауы. Шет мемлекеттер, халықаралық ұйымдар, шетелдік заңдық және жеке тұлғалар шетелдік инвестициялардың субъектілері болуы мүмкін. Шетелдік инвестицияларды ынталандыру екі өзара проблемаларды шешуді қажет етеді. Ең алдымен көлік жағдайынан, география орналасуынан, салық заңнамасынан, білікті жұмыс күшінің болуынан қалыптасатын елдің ішкі инвестициялық тартымдылығын жасау қажет. Тартымдылықтың екі жағы елдің инвестициялық тартымдылығын жасау, яғни импорттаушы елдің пайдасына инвестициялық шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар қалыптастыру, тікелей шетелдік инвестицияларды тарту үшін шешуші факторлар болып саналады. Оған мыналар жатады: инвестициялық тәуекел деңгейіне қатысты болатын, пайда мен шығындардың өзін ақтаушылық уақыты, қоғамдық саяси жағдай, елдің экономикалық өсуінің болашағы және тағы басқалар. Капиталды сыртқа шығарудың әлемдік тәжірибесі, соны орындаған жағдайда инвесторлар қойылған мақсаттарға жететін инвестициялық қызмет критерийлерінің жиынтық тізбесін ұсынады. Атап айтқанда, бірінші, жергілікті нарық сипаттамасы. Оған халықтың сатып алу қабілеті, табиғи ресурстарының болуы, география орналасу жағдайы кіреді. Нарықтың жай-күйінің аса маңызды жақтары, оның қол жетімділігі, тең құқылы бәсекелестік мүмкіндігі, жеке сектордың еркіндігін шектеу дәрежесі, өндірістік инфрақұрылымға, жолдарға, энергия жүйелеріне, әуежайға ерекше маңыз беріледі. Саяси тұрақтылық инвестицияларды реттейтін заңдардың болуы, заңнама күні бұрын болжап білуге болатындай және әділ болуы тиіс. Үшінші, салық мөлшерлемелері және ынталандырулар. Төртінші, мемлекеттің макроэкономикалық саясаты және төмен алдын ала болжап білуге болатындай инфляция. Аталғандардан өзге капиталды сыртқа шығарудың аса маңызды критерийлері болып мыналар саналады: жұмыс күшінің биіктілігі, кадрлардың жалпы білімі мен кәсіби деңгейі, зияткерлік меншік құқықтарын қорғау жөніндегі істің жай-күйі, тиімді технологиялар, ғылыми техникалық жаңалықтар нарығының болуы, капиталды қайтару, капитал мен пайданың қозғалу еркіндігінің дәрежесі, оны еркін сыртқа шығару. Келесі, валюталық тәуекел, валюталар құнын дұрыс бағалау, экспорттық, импорттық операциялар бойынша сауда саясаты, мұнда тиісті ақпараттардың тапшылығы басты проблема болып саналады. Әлеуетті сұранысты бағалау саласының төмендігі, халықаралық қаржы ұйымдарының несие желілері бойынша кешіктірілген берешектерінің жоқ болуы. Инвесторлар құқықтарының тұрақты болу қажеттілігі бір сәтте жүзеге асырылатын сатып алу-сату мәселелерінен өзгешелігі. Инвестициялық жобалардың, әсіресе ғимараттар мен құрылыстар салуды қажет ететін инвестициялық жобалардың басым көпшілігін жүзеге асыру салыстырмалы түрде алып қарағанда ұзақ уақыт кезеңдер ішінде жүзеге асырылатындығымен байланысты болады. Сондықтан инвестициялық қызмет субъектілерінің экономикалық және өзара қатынастарындағы ойын ережелерінің өзгеруі жасалатын инвестициялық салымдардың экономикалық салдарын бағалаудың анық дәрежесін төмендетуге және елдегі инвестициялық ахуалға, инвесторлардың белсенділігіне теріс әсер етеді. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына, мемлекеттік кепілдіктер мен инвестицияларды қорғауды, мемлекеттік қамтамасыз ету, инвестициялардың экономикалық қауіпсіздігінің кепілі,
ел экономикасына шетелдік инвестицияларды тартудың қажетті жағдайы болып саналады. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер мен инвестициялық құқықтарын қорғау, Қазақстан заңнамасындағы нақтылай айтқанда инвестициялық туралы заңда және Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде белгіленген. Инвестициялық заңнамаға сәйкес меншік түрлеріне, заңды мәртебесіне қатыссыз барлық инвесторлар инвестициялық қызметті жүзеге асыруда бірдей құқықтарға ие болады. Мысалы, Қазақстан Республикасында айтып кететін болсақ, егер қандайда бір мемлекеттік немесе өзге басқару органы осы кепілдікті бұзатын болса, онда инвестициялық қызметтің кез келген субъектісі Қазақстан Республикасының жоғарғы сотына жүгінген жағдайда осы себеп бойынша оң шешімін алуы тиіс. Мемлекеттік органдар олардың лауазымды тұлғалары, кәсіпорындарды немесе өзгелерді құру, Қазақстан Республикасының аумағында қолданатын заңнамамен белгіленген экологиялық, санитарлық, гигиеналық және өзге де нормаларға жауап бермейтін немесе азаматтардың, заңды тұлғалардың мемлекеттің заңнамамен қорғалатын құқықтарын оған қоспағанда инвесторлардың құқықтарын шектеуге құқылы емес. Жекелеген аумақтарды дамыту мүдделері тұрғысынан нақты әлеуметтік экономикалық міндеттерді шешу, шаруашылық жүргізудің басым бағыттары мен салаларына инвестициялауды жандандыру мақсаттарында мемлекеттік, салықтық және өзге де жеңілдіктер, әртүрлі өтемақылар, қаржыны босату жолымен экономикалық ықпал етудің тұтқаларын қолданады. Сонымен бірге инвестициялар және инвестициялық қызмет саласындағы бүкіл негізгі құқықтар бүкіл инвесторлар үшін бірдей болып қала береді. Бүгінгі дәрісімізде біздің қарастырған осы 3 сұрағымыз. Онда тағы да практика сабағында да осы заңнамаларға анық баптарына тоқталып кетеміз. Енді осы тақырып бойынша түйіндеме жасасақ, қазіргі уақытта әлемде бүкіл елдердің экономикасын, социализм мен капитализм жүйелерінің оң жетістіктерін алып пайдалануды ескере отырып, қайта құру қажет және ақыры соңында ол экономикалық, мәдени және зияткерлік мүмкіндіктерді ескере отырып, әрбір елдің ұлттық экономикасын қажетті деңгейіндегі тиімділігі мен үлкен өмірлік қабілеттілігін қамтамасыз етсе, бұл мысалы басым болып отыр дейміз. 20 ғасырдың соңындағы қоғамның дамуы, қоғамның жаңа постиндустриалдық өркениетті құруға қарай бет бұруы кезінде индустриализм дағдарысының тереңдеп қарама қайшылықтарының өрістей түсуін айқындауға, соңғы жылдары Қазақстан Республикасында қалыпты инвестициялық ахуал жасау белгілі бір алғы шарттар байқалады. Бірінші кезекте оған нарықтық инфрақұрылымдар, банктер, биржалар, инвестициялық қорлар, консалтингтік ұйымдар, сақтандыру қоғамдарын, жарнамалық агенттер және тағы басқа құруды жатқызуға болады. Инвестициялық үрдіске оң әсер ететін факторларға ақпараттық технологиялардың дамуын жатқызуға болады. Телекоммуникациялар, электронды пошталар, спутниктік байланыс жүйелері құрылған, сондай-ақ шетелдік коммуникациялық желілерге және олардың деректер қорларына шығу қамтамасыз етілген. Нақты инвестициялар өндірістік капиталға, оған атап айтып кетсек, ғимараттар салу, машиналар, жабдықтар жасау, құрылыстар тұрғызу, ақпарат және байланыс құралдарын сатып алу және тағы басқа. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа капитал жасау. Жылжымайтын мүлік, заңды және жеке тұлғалардың меншігіндегі жерлер және өзге де жарамды жерлер, сондай-ақ жерге бекітілген, берілген және сонымен байланысты мүлік. Жылжитын мүлік жермен байланысты емес, оған бекітіліп берілмеген мүлік. Жылжымайтын мүлікке ақша, заттар, бағалы қағаздар, борыштық міндеттемелер, орындау парақшалары жатады.
Қазақстан экономикасын дағдарыстан шығару кезінде өзінің ауқымдары, өндірістің техникалық деңгейі бойынша экономиканың бүкіл салаларының дамуына шешуші ықпал ете алатын халық шаруашылығы салаларын инвестициялау үшін басым бағыттарға айналды. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер мен инвестицияларды қорғауды, мемлекеттік қамтамасыз ету, инвестициялардың экономикалық қауіпсіздігін кепілі, ел экономикасына шетелдік инвесторларды тартудың қажетті жағдайы болып саналады. Инвестициялық қызмет субъектілерінің құқықтарына мемлекеттік кепілдіктер және инвестициялық құқықтарын қорғау Қазақстан заңнамасына, нақтылай айтқанда инвестициялар туралы заңды және Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінде бекітілген қарастырамыз. Қазақстан заңнамасына сәйкес барлық инвесторлар меншік түрлеріне, заңдық мәртебесіне қатыссыз инвестициялық қызметті жүзеге асыруда теңдей құқықтарға ие. Мемлекет инвестициялық қызмет субъектілері құқықтарының тұрақтылығына Қазақстанда заңнамалық түрде кепілдік береді және бүкіл инвестициялық нарықтағы олардың мінез-құлқына, сенімділігіне оң ықпал етеді. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру кезінде тәуекел дәрежесін төмендетеді. Мемлекеттік органдар олардың лауазымды тұлғалары, кәсіпорындарды немесе өндірісті құру, Қазақстан Республикасының аумағында қолданатын заңнамамен белгіленген экологиялық, санитарлық, гигиеналық және өзге де нормалардың талаптарына жауап бермейтіндей, немесе азаматтарының, заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңмен қорғалатын құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін жағдайларды қоспағанда инвесторлардың құқықтарын шектеуге құқылы емес. Жекелеген аумақтардың даму мүдделері тұрғысынан нақты әлеуметтік экономикалық міндеттерді шешу, шаруашылық жүргізудің басым бағыттары мен салаларына инвестициялауды белсендіре түсу мақсаттарында мемлекет салықтық және өзге де жеңілдіктерді әртүрлі өтемақыларды, қаржыны босатуды белгілеу. Сонымен бірге инвестициялық қызмет саласындағы бүкіл негізгі құқықтар мен инвесторлар үшін өзгерістер бірдей болып саналады. Бүгінгі тақырыбымыз осы, түйіндеме жасадық. Енді келесі сұрақтарыңыз болса, практика сабағында қарастырамыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.